Здравствуйте, дорогие читатели и гости библиотечного сайта. Агинской краевой библиотекой имени Цыбена Жамцарано в марте месяце была запущена акция «Читаем бурятскую классику вместе». Акция будет проводиться в течение всего 2021 года в 6 этапов. Цель акции – продвижение в общественной среде творческого наследия классической бурятской литературы, поддержки чтения, сохранения и популяризации бурятского языка. Акция представляет возможность гражданам России выразить свои чувства и эмоции через литературное наследие талантливых бурятских авторов XX века. Акция приурочена к юбилейным датам писателей и поэтов Бурятии и Забайкальского края. Первый этап акции успешно прошел в марте и апреле. Мы читали произведения Цыдыпа Жамбалова. А сейчас подходит к своему завершению второй этап акции, который проводится с 1 апреля по 31 мая и приурочен к 105-летию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, публициста Жамсу Тумунова. Участниками акции стали библиотекари, ветераны труда, педагоги, студенты и учащиеся общеобразовательных школ из разных регионов Забайкальского края, Монголии, Бурятии. Во время чтений были сделаны видеозаписи, которые были размещены на официальном сайте библиотеки и во всех социальных сетях. Видеоработ с чтением произведений Цыдыпа Жамбалова и Жамсу Тумунова было более 200. Пользуясь случаем, выражаем благодарность за активное участие неравнодушных ценителей бурятской литературы. Вашему вниманию предлагаем к просмотру итоговый видеоролик по первому и второму этапу акции «Читаем бурятскую классику вместе», где можно посмотреть нарезку из видеоработ участников акции. Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию удивительно красивое стихотворение Цыдыпа Жамбалова под названием «Нерушимое братство». Это стихотворение он посвятил селу Хорошибирь, а поэт Михаил Вишняков перевел его на русский язык. Мой милый край, пусть самый край Сибири, где скулы сопок холодом свело, стоит на берегу Хорошибири старинное бурятское село. Журчит ручей, его не надо мерить, он сам весной прячется на дно. Я здесь услышал древние поверья, и вот о чем поведало оно. Все те, кто пил из ручейка однажды, вдруг обернулись братьями навек. И если чье-то сердце мучит жажда, сюда вернуться должен человек. И спить воды, вдохнуть весенней шире. И, улыбнувшись, вдруг подумал я, что здесь, на берегу Хорошибири, моя разноплеменная семья с Урала, Волги или издалече, татарин ли, марийцы ли, казах, казацкий внук из Запорожской сечи и славянин с голубизной в глазах. Какой здесь только не услышишь речи, когда идешь к татарам и полям. Бурят и саин приветствуют при встрече, казахи отвечают им салям. Но смысл один у всех приветствий, чтоб степь весной звенела и цвела, чтоб не было ни горестей, ни бедствий под синим небом древнего села, чтоб в рог войны враги не затрубили, чтоб здесь, на новой родине своей, росли сыны 15 семей на берегу ручья Хорошибири, росли сыны. И в солнечную осень, когда в полях созреет новый хлеб, 15 самых золотых колосьев они вплели наш всесоюзный герб. А юноши села Хорошибири сказали всем, кто спросит, не тая: мы родились на краю Сибири, мы пили воду одного ручья. Нара буляу таң, нара. Нағысым не бағытым шаңғы шаңғар доғырат,
нарихым бейте гуйгошие дары имеллет, нажгырхе гошытыгынха хамавы. Аяр түрі ағарха гырылтыдык нара абыжы шадахыймал. Харың хыдыйдел қаза харыңхы болхыйым гыжы, хызе тихыды ғайхыды көлеп үнгіжі. Боурыл бабайныры ук салғын nøрліхін, буряденға има байыр суға мүдейін. Әйл шынны хәйін шығы байбы марындай. Әйм шықты дошқын ағын үмнеген үрғанда, қоналға тәйм мүті лап шаңға хошынхай, жалағыл татына, занучи ханирхын харышынхай. Нары бұля алтықын, үмнеге хүсі тұршықын. Нандыков парторга морендо дары морты шағын. Дұру опшын үшімсер, дұрымы тұрбын тұруынут, дулын нейлін дегнул шыдын тараға. Дұру дере зақсын қай, дұры те ізідін, дуты қалайы думы хор бұшы моредін. Ахы ду моңғыл бурят қайырнай, нұхыт-нұхыта хүнділісін шоумен сайырна. Нары бұлялдыға надыны йозаншыл, нарты буряттым сахихын хүндіті әшін. Алтын дылхен гірілті нары бұлағат абашы бұлын, нарым қойныға қарушын. Энэ сакта их тухайга инкирхнага ютумсу тухайга омайсо мундун нарахан оргону хада нархара боурултан аншыгын бушуласо болтайхыдын кархын өнин хада зүрхне сахылсо шохне бисо зүргөйө өнин хада алтын дылхен хара нарын ашыты изиге харын уйна ханен баглалып ухин бери урынып сал. Сыдып Жамбалов, залершугой нарың, ноғыршугой хум. Ажы вайдыл, хәйте мотел, атығыт шыгыдық гой ғайтел. Нахың нарың доқшына, нарың шарың дапшына. Нахатай шул юрул батылна, залау шул зама тодылна. Тувидыл хәйді тегідін, тупшың бұшы вайхыдын. Засомне нарың бадархал, зол таламне халварха ал, тудык кырылне носыха ал, тудык сысыгне хыргыха ал. Атығыч гыдык гой хәйтеда, зорик хава, талан бөлік, зон нухут дылгырык. Зол жарғылы тулоды, золне, ажы медірлі тулоды, қанса зұрхын шынгер, қанса доурың үмітер. Ғазыр дылхегеші, қамны хыдыры хышегіш, байын угүйте шик, бадыршың бойрыншы шик, ихінір бұғыте шик, үрдімтін моңқық шик, қары саған шарете шик, барын қарнуда барылсын, бар бұр гылдың гөй, алтын дылхе юртымсые, абырхын тулы тымсые, хыдып оңда хылынш бек. Хын-хынде хыдыргыш бек, арьятын бышы бол, хун турылтын, амиты ябагыла, бурин бутын. Узыл таража ядаха, хусыл
хышхыл хадоғат, далығы дғыжы дален бұй, ялығы дғыжы хилен бұй, тупшыт янзар хорылдың, тубие аршылығы хорындау. Би хуруди хомынгешіп, дуруди дулынгешіп, далайда доғылгешіп, ағарты амисхалгешіп, би байдылай доушынгешіп, ажылшы хуне неділгешіп, залеші ғуй нарынгешіп, ноғыршы ғуй хунгешіп. Жамсы Тобунов талын бургыт. Батько йому doğurun güy nıgı bişiha nüdo burmılgın tatat. Хуне ондо дортыл арулхыя хулен мона. Тыры ор тухайга хорхы дору güy. Нухут тухайга хорхы дору тәң. Иненейін тағын юмыдыл нıгы шурмығыр саған летчик кубун холеға хашын қылына. Батько, бидинді талайын бургут тухая көрі. Батько, унору, талайын бургут тухая көрікті. Тірен тухай газеті доңшанде. Гышы Нина Петровна даттыны. Батькоға нүдің ғанцыты гырылтыжы. Ойырғын янзытай хана алдат. Бадарғын шияға, айылға хентайғар көріжі ехілні. Талайын бургут. Тыржыкте күнхін. Уни одан аңғошын ябғанда хоныр ғырғылым байға. Нақшығыны харшығынықы, мұшыре қоқырқы, сағыны шаршығынықыйы ехі қолығы долықшы біле. Шары напшын оныжы байқыда бидінтен ұқысоғын. Тыр маны хен дорыны отряды ғоринейі қамғалзы байқыда донесені абашыжы ошырағын ап, гыдырге бұсыжы шадағый. Нені цутты бұғылып дот, бидімте хамты тымсылы үргілжілхо партизанскі отрядты орғын. Тірі ұдырға қайша хыдың олың ұдыр үңгіроп. Хыдың олың қайқыл тәкіргудейі бұтеге бітте. Тірі қодыда шудо зоғат, бұға шаңғар атқат. Бидіне орда ямықшы біле. Биді зұрхыте дарион қадың тіренді талайын бұрығыт гыжыныры ұғығынде. Тірі нөреші, даля хомехін талайын бұрығыт мұты, дәсіне ұрдаға хормайға шуғат орықшы біле. Гет, батько, потылық оды шыртыны. Талайын бұрығыт. Тірінейе нәмі цутшие талайын бұрғыт гыжынырылдығын. Тірінейе барыжы ұғығын күнді арвын десетені таряны сынты юымы ұғығып дегіжі сонысқағын байға. Дәсіне тіренді қорылқықын бұру бұшығын. Талайын бұрғыт хыдың олын фашистын рыйы алап. Хыдың олын цистерні дүйі тіглеп. Хыдың олың ода нәмі цутты бұғылып дот, амиды ғарыдық, байғап. Стихи Шамсо Тумунова. Чтобы тополь в долине родной золотою листвою шумел, чтобы светлое оно не волной, голубою струною звенел. Ты лети, моя песня, лети, прославляя отчизны пути. Чтобы пенись меж горных камней животворная мчалась вода, чтоб в сердцах всех советских людей только радость шумела всегда. Славься в ближних и дальних краях, свет победы, добытой в боях. Дыты оншакшат. Танай аңқаралды, үхір үненго тұлон нүкшіхін, батырнутта зарелым, Жамсы Тумуновай бішіхін, нарыне орқызук тешігіхін тоғжаға, хүхік торытқақым. Нарыне орқызук, зарежі гүрхем ортоп. Нарыне орқызук, шигвет ябынып,
Олың хуне, ургуһу нөргу ямхыдашья, ойыр зорхыны зале абажамархыдашья, нарыне орхызугуйи, бодолха каргыны вып. Нарыне орхызукты, мини дейсің. Исігімне залонанда өмнек мори хургыжа, жабырты хуне адоманыжа, саха бортахын сағыр түле залхашырыжа, ургуһу нөргу ажалхыжа, ури буе ундылгы хүйін хойнхо, ябахын юм. Хыдың олың мори тахылап, хыдың олың бохол табяп, хыды хури табяп, хыды түргі дархылап, өдіне тойын абақыда, жікте юм байға. Тет, түрі кіхің ажала, ісігімне орош еміт хыбы. Түріне табен жылды кіхің ажалын, сағынай қайлықыда балархың мұрмыты хала. Би үні танигдавы ғазыртта, дайсыкте темсіжі ебақыда. Олың қолнудығы давыжы қарап, олың күнте танылсап, олың біркішелнудығы ұзып, олың дахен айолте ұшырап. Үді бұғыдымне, мені ісігін ябыдылмыты бұ қысырғайғы жағанынып. Үні бай бадала байылуыл күн толыды, үні тожа бұшынып. Нарым орыдық. Нарын дахин гархин толыды орыдық. Немецут дарықтыға. Дахин түді тархя үндейілгі хугой. Дахин ғай татхар ұшырол хугой. Үнейіне тулы биді, нарыне орықызып теші дапшыныпте. Сак ұшыға. Сағын дерхи мұр халыға. Тек бидіне илалта. Байылданы алдыр ғавияты мұрнут, хызе заяндышге мартықтың ғой улыға. Хыңнығың тоғынды дарыптағың намудай дундыға үнейнеге олыжы ұзықыдо, бидіне нарыне орқызып теші ябығыгемне ханаха. Хотим напомнить, что акция продолжается и набирает обороты, а мы приглашаем всех желающих принять участие в третьем этапе, который проходит в мае и июне и приурочен к 80-летию со дня рождения прозаика, переводчика, публициста Гармада Дидамбаева. Ждем с нетерпением вашей работы. До свидания, до новых встреч!